Брокколидің пайдасы мен зияны. Брокколи қырыққабат патшайымы болып саналады. Адамға ең қажетті дәрумендер, минералдар және де басқа да заттардың бай құрамы ежелгі Римде де белгілі болған. Сол уақыттан бүгінге дейін брокколидің пайдасы мен зияны туралы көп айтылды. Ал бұл гүлді қырыққабаттың неліктен пайдалы және де қандай да жағдайда зияны бар екенін бірге білетін боламыз. Пайдалы қасиеттері бойынша брокколи басқа жемістер мен көкөністерден жоғары, оның құрамында лимон және апельсинге қарағанда С витамині көп. Спаржа сияқты басқа У дәруменінің арқасында бұл қырыққабат ойық жараларды емдеуге сәтті қолданылады. Брокколи құрамында калий көп, ол денеден артық тұздарды кетіреді, шаш пен тырнақты нығайтады, сонымен қатар олардың өсу процесін тұрақтандырады. Сонымен қатар бұл көкөніс жүректің жұмысын қалыпқа келтіреді және де атеросклероз, инфаркт, инсульт және де артрит сияқты жүрек қан тамырлары ауруларының дамуы мен көрінісін болдырмайды. Брокколи сонымен қатар тіндер мен жасушаларды қорғайды, қанысу процестерін жақсартады, ауыр металдар мен улы заттарды денеден шығарады. Ақуыздың көп болуына байланысты изолейцин мен лизин үшін бағаланады. Брокколи етке тамаша балама болып табылады және де оны көбінесе тауық жұмыртқасының ақуызымен салыстырады. Сонымен қатар тауық жұмыртқасы мен басқа да жануарлардан алынатын өнімдерден айырмашылығы, бұл қырыққабатта холестерин жоқ. Керісінше құрамында метионин және де холин сияқты заттар бар. Олар денеден зиянды холестериндерді шығарады. Брокколи басқа көкөністерге қарағанда мұнда көп мөлшерде болатын бета-каротинге ие. Бұл элементтің арқасында қартаю процесін бәсеңдетуге болады. Брокколидің құрайтын амин қышқылдарының саны бойынша қырыққабат тек сиыр етінен жоғары. Бұл амин қышқылдарының кейбірі бақыт гормоны деп аталатын эндорфин гормонын шығарады. Сондай-ақ брокколиді үнемі қолдану қанның күйі мен құрамын жақсартады. Оның талшығының арқасында брокколи ас қорыту процестерін қалыпқа келтіруге, шектерді табиғи түрде тазартуға және де адамды іш қатудан босатуға көмектеседі. Сонымен қатар брокколи өт шығаруды жақсартады. Бұл бауыр мен осы зат өтетін мүшелердің өмірін едәуір жеңілдетеді. Брокколиді қолдану ауруға шалдыққандарға ұсынылады, себебі бұл өнім біздің ағзамыздағы жасушалар мен тіндердің жаңаруын тездетеді. Олардан басқа қант диабетімен ауыратындар брокколидің пайдалы қасиеттеріне де назар аударуы керек. Бұл инсулинді қалыпты деңгейге дейін арттырады, қант мөлшерінің қалыпты болуына байланысты тамырларды нығайтады және де зақымданудан қорғайды. Кейбір көз ауруларын брокколи арқылы емдеуге болады. Бұл қырыққабаттың құрамындағы каротиноидтар көздің линзасы мен сетчаткасын нығайтады және де катаракта даму қаупін азайтады. Брокколи қырыққабатының ең құнды қасиеттерінің бірі оның өлі жасушаларды, бос радикалдарды, токсиндерді және де ауыр металл иондарын денеден шығару қабілеті. Бұл өнімді радиация әсерінен ауыр науқастарға, қоршаған ортасы ластанған және де радиация деңгейі жоғары аймақтарда тұратын адамдарға пайдалы емдік агент етеді. Целлюлитке байланысты кешендері бар әйелдер өкілдері үшін брокколи денеден артық сұйықтықты кетіруге көмектеседі. Бұл оның негізгі себептерінің бірі. Сіз брокколиді диетаңызға енгізе салысымен терінің қалай тегіс, қаттырақ және де тегіс болатынын бірден байқайсыз. Сонымен қатар брокколидің калориясы төмен және де 34 грамм өнімге небәрі 100 килокалория кіреді. Бұл салмақ жоғалтудың тамаша құралы болып табылады. Брокколи сорпасы құртқа қарсы тиімді, ал фолий қышқылының арқасында оны жүкті әйелдер қабылдау мүмкін, себебі ол жаңа жасушалардың пайда болуын ынталандырады және де оларды сау күйде ұстайтын болады. Брокколидің зақымдануы. Жалпы брокколи қырыққабаты біздің денсаулығымызға зиянды емес, бірақ кейбір түрлерінде оны пайдаланбаған дұрыс. Брокколи сорпасы құрттан құтылуға көмектескенімен, оның құрамында адам ағзасына зиянды аденин мен гуанин бар. Бұл брокколиді пісіру кезінде көкөніс сорпаларына қосылмауының негізгі себебі тек соңында сорпа дайындалғаннан кейін. Қуырылған брокколи майлы майға қуырылған қырыққабат көптеген пайдалы қасиеттерін жоғалтады, оның орнына канцерогендер түзіледі.
Шикі брокколи бұл қырыққабатты жеудің ең жақсы нұсқасы, бірақ асқазанның қышқылдығы жоғары және де ұйқы безінің проблемалары бар адамдарға ұсынылмайды. Нәтижесінде біз брокколидің адам үшін пайдасы баға жетпес екенін түсіндік. Бұл біздің ағзамыздың көптеген мүшелері мен жүйелеріне керемет әсер етеді. Брокколи іс жүзінде зиянсыз, ал егер сіз одан барынша пайда алғыңыз келсе, оны шикі тағамға қосқан дұрыс.